Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті депутат мырзалар, қалдарыңыз қалай? Жалпы депутат мырзалар, халық қалаулылары, шаршаматсыздар ма негізі? Отыра беріп, шаршаматсыздар ма негізі? Отыра берген адам жаңағы қандары ұйып өзіне шаршаңқау келеді дейді ғой. Кішкене қою керек ау деймін осы негізі. Көпшілігіне болмаса да основной массасына шаршаған сияқтысыздар. Мына боқтауға болмайды деген заң турасында кішкене бір айтып жіберейінші. Бұл өте тамаша болды да мына бәлеқорларға ше. Ол енді адам боқтағысы кеп боқтамайды ғой. Мен мысалы өз басым, Аллаға шүкір мен боқтамаймын. Бірақ боқтататын адамдар болады да. Сонымен анам боқтайды, сонымен жазып, жаңағы 69 мың деді ма, қанша штраф. Бәлеқорларға жүдә әдемі болды да. Неге сондай бір заңдар, сондай болмашы бір нәрселермен айналысып жатыр деймін да. Ел қалаулылары вообще мысалы. Мына Астана тұрып атқанымызға қанша уақыт болды мысалы. Мен қаншама таныстарым бар, баспанаға қол жеткізе алмай жүрген. Соған бір ыңғайлап баспана алатын бір жақсы бір жобалар, сондай нәрселерді ұсынсаңыздар, түкіруге болмайды, боқтауға болмайды, сиюге болмайды, басқа қылуға болмайды. Бір адамның анандай шатыр шытынайтын нәрселер ғой, короче, конкретно. Халықтың арасында жүрім ғой, мен білем, халық наразы. Жаңа Қазақстан дегенді алдын айтып жүретін еді, мен сенем бірақ. Иншалла болады шығар. Бірақ уже қазір халықтың көбісі айтады. Қойшы соны дейді. Сіздер сондай халықтың жағдайын жасайтын бір халыққа пайдасы тиетін сондай бір жобалармен айналыссаңыздаршы, айдалада болмайтын. Тек қана қарапайым халықты кеп қанауға мынаушы түкіріп көшеде ұсталып жатқан қарапайым халық. Ертең боқтап жатса көшеде ұсталып жатқан қарапайым халық. Білмей вообще сөзім жоқ. Одан да баспана жүйесінде жаңағы, мысалы 4 баласы бар, 5 баласы бар аналарға доходың жетпейді деп үй аламай шырылдап тентіреп жүр мысалшы. Сол кісілерге одан да жаңағы жоба ұсынып, тегін бермей-ақ қойсын. Үйдің бағасы қанша? 30 миллион ба? 30 миллионды беріп, міне 30 жылда осы 30 миллионды бөліп төлеп таста деп. Сондай бағдарламалар, сондай бірдеңелерді ұсынуға бола ма? Сондай нәрсемен айналысыңыздаршы, өтініш. Бізге жұрттың бәрі айтады, біздің өкімет естімейді дейді. Шынымен сондай сияқты. Қаның басыңа шабат ойласаң. Кішкене халықпен төменге түсу керек. Халықтың жағдайын, халықпен тілдесу керек, халықтың арасына кіру керек. Жеп қоймайды халық. Айтады. Шын, алдыңызда тұрып айтып атқан адам тыңдасаңыз, хоть кішкене бірдеңе барады да мына жаққа ше. Ана жақта отырып, бұлар айта береді деген ондай болмайды.